Бәріңізге сәлем достар, сендер мен Ернар. Енді бүгін біз деген мата ойналыспен жалғастырамыз. Супер Қазақстан серверінде енді Алик Кезеттің видеосын көрген шығарсыздар. Жаңа машиналар шықты. Бірақ та ол тек қана ВТК-да емес, Супер Қазақстан серверінде де бар. Енді солай, короче, біздің серверде де бар. Енді мен соларды бүгін сіздерге көрсететін боламын. Короче, ана жерде Супер ГЛ админ ГЛ XXX майор деп тұр. Яғни обновление болды, және де біз жаңа клан аштық. Клан ашылған себебі ассалаумағалейкум достар дейді. Клан ашылған себебі өйткені бізде R13 клан түгелімен жоқ болып кетті. Сондықтан мынандай, короче, тек қана фал деген клан болды. Сондықтан мен деген тағы да клан ашайын деп өзім клан аштым. Кланның, короче, қазір админ екінші главасы болмайды, бірақ та не болады, андай замдар бар. Екі зам бар, ол деген Данияр Кезетпен хам деген баяғы R13-тің главасы. Короче, кім таниды, сол таниды. Короче, енді мына жақтан işte осындай парковка жасаймыз әдемі. Так. Я дейміз. Мінекей достар, арада зам создатель LD файл мәке деп тұр. Одан кейін мына жақта супер ГЛ админ ГЛ деп. Короче, сондай обновление шықты. Енді сөйтіп кімнің қандай ойыншы екені жазылып тұрады, өте керемет. Так, енді өйстіп мына жаққа кіреміз де бір машина алып алайық. Так, FPS түсіп кетті 17-ге. Нормально. Так, 99 миллион бар, так, балқа берген. Так, мінекей достар, осы, так, осыны алайық 7 миллион жарым ба. На 7 миллион жарым ба, 90, дұрыс екен ғой. Енді қазір тағы да бір машина алатын боламыз. Ол бізде гелик. Немесе тағы да басқа қандай машина бар. Маубакс деген бар, мінекей, бірақ оны алып көптен жоқ, түр жаман. Мінекей. Короче, гелик барус па қалай. Енді мұнан, так, мұнарды кетіре салайық. Мына лансермен барайық. Отыр дейік. Так, FPS 14-18 енді көтеріліп жатыр, нормально. Жаңа машиналар салынды, өте керемет. Енді достар, біздің кланға кіріңіздер. Жаңадан ашылған клан уже, бірақ та жаңадан ашылса да бір 7-8 сондай адам бар. Так, тюнинг дейміз. Бұрын достар, мен каналымда кім баядан келе жатыр, сол біледі. Бізде дейін кейін бағдарламасы болған, бірақ қазір оны мен түсірмей қалдым, себебі өйткені ол түсіргім келмей алды. Бірақ та тюнинг жасайтын машиналар өте көп, қарап отырсақ. Сондықтан енді бүгін мен бір видеода 2 машина тюнинг жасайтын боламын. Сондықтан енді, короче, айнан неге менде текстуралар көп тұр екен білмеймін, короче. Так. Енді бүгін бізде жарыс болған болатын достар, соған дейтін, короче, бүгін деген негізі, бүгін 29-ы, бұл видео 30-ы шығады шығар, немесе 31-і бар ма вообще. Короче, сондай уақыттар шығады. Данияр Кезет деген біздің ютубер, короче, видео түсірді, сол жайлы кім көрмеді, қарып кетіңіздер, өте керемет шықты видеосы. Және де ол бала микрофон алды, және де ол бала біздің кланның зам. Короче, зам деген, короче, главадан кейінгісі ғой, сондай. Мінекей сетті Манар деген ойыншыны көріп отырсыздар, ол деген бізде Балқаның қарындасы. Кім білмейді, соған айтып қойын. Оған дейтінде ода мылтық бар, бәрін ата береді, сондықтан байқас болыңыздар. Оған ешкім ештеңе істей алмайды, өйткені ол Балқаның қарындасы. Так, енді мінекей мынау. Бұл деген сонда өзінің мерсіне тюнинг жасайды, ал мен мына мерске. Так, ең бірінші біз әртүрлі түсті алып тастайық, өйткені ол қазір бізге мешет ететін болады. Так, қазақша номер дейміз достар, қараңыздар. 888, сосын XXX 06.
көрдіңіздер ме достар? XXX неге десеңіздер біздің клан ғой, короче. Тюнинг тонер бар, сондықтан біз резко мында кіреміз. Және де бізде ештеңе жоқ. Мына өзгертейік пе екен? Жақсы өзгертіп көрейік, бізде өте керемет развалдар бар ғой. Мына кішкене үлкейіп жүрсек. Так. Осыны аламыз да. Так, сосын цветтен бізде қараға қойық. Купить дей салайық. Және де мына жерге парковка қоя салаймыз. Так, 38 миллион қалды. Так, осы жерде тұра тұрсын. Так, мәке айдап кетпейді шығар енді. Так, мінекей бізде гелигіміз шықты. Барус па? Комментария жазып кетіңіздер. Так, енді біз бұл номерге бітеміз. 004 XXX немесе бітеміз. 111 XXX 06. Так, вы успешно... Короче, Редманның видеосын көргем. Ода есе шықпай жатады дейді. Сен деген просто жөндеуді баса сал болды. Так, енді наяқтан все кіремізде. Айтпақшы, Данияр Гизет бар ғой, Данияр Гизет, сол деген тонер қойып білмейді ғой. Соған үйретейін, короче. Наяқтан сені таңдайсың, прозрачность бірге қоясың. Болды ғой. Сен дейтін араң бұлайынан, короче, бұз жөресің арада ескен. До конца тартпайсың бұлай. Кішкене наяқты қаралар бар. Міне. Короче, үйреттім деген ойдамын Даниярға. Айтпақшы, мәкеде де алған екен. Немесе баядан бар ма? Бұрын гелікте тюнинг бар еді ғой. Жөндей салайық. Сосын үстіп F6-ны басып фотоға түсіріп алайық. Болды. Бұл деген бізде не болады? Кім табады екен, сол молодец. Так, стоп колесо. Так, нормально. Цветке қара қойық. Егерде достар менімен бірге осылай мәке ұқсап видео түсіп, қасында жүргілеріңіз келсе, ана жерден сағатты көріп тұрсыздар, осындай уақытта мұта кіріңіздер. Әйтпесе, менде қалған уақыттарда мұта қатат тупит етеді. Сосын яқтан так телодан 01 өте керемет. Так, енді кішкене так болды. Так, үстін араға парковка қойып. Так, мына менде не қатып отыр? Так, 7-6. Так, қазір кішкене FPS көтерілсін, сосын түсіп бәрін көретін боламыз. Так, мына машина отырам ғой, FPS 23-та. Так, міне қазір машинадан түсем. FPS 11. Жақсы, нормально. Так. F4-ті алып тастаймыз, сосын К-дан. Мінекей бізде 111 XXX 06 деген машина бар, және де қазақ деп қойды, хэштег қазақ. Бұл бізде Мерседес, бір нәрсе атын ұмытып қалдым. Бұл бізде Кабан, өте әдемі. Және де бұл мәкенікі дәл осындай 000 XXX деп қойды енді. Біздің кланда болмаса да, неяқта 777 атам 12 өте керемет. Так, как күт әдемі болып тұрсын дейді. Енді күтек. Енді үстіп қойды. Ортасында қабан, екі шетінде гелик, оның екі шетінде ақ машиналар тұр, өте керемет. Мәкенің басшысы еткен. Мәке үшін бұл видеоға 30 лайк жинап тұрсаңыздар, өте керемет. Сендермен болған мына мен және де Мәке енді осындай керемет видео шықты деген ойдамын. Ну, короче, каналға жазылып лайк басып кетейік. Давайте.